Қайырлы кеш, Назгүл. Дауысым жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Иә, жақсы естіліп тұр. Қуаныштымын бүгін бізге сұхбатқа келіскеніңізге. Бүгін өзіңіз айтып өткендей, тұрғын үй нарығына қатысты, баспана мәселелеріне қатысты интервью болады. Бізде енді аздап кіріп жатыр оқырмандар. Ендеше сұхбатты бастай берейік, қарсы болмасаңыз. Иә. Назгүл, бірінші бұл азаматтарды көп толғандыратын нәрсе депозиттің қандай түрін таңдау керек, баспана алу үшін не істеу керек деген сұрақтар көпшілікті ойлантады. Неден бастарын білмейді бірінші кезекте. Сондай категориядағы азаматтар үшін қандай кеңес айтасыз? Ең бірінші қадам жасау керек қой. Барып депозит ашу керек. Уақыты жоқ болса, қазір консультанттар келіп өздері ашып береді. Онлайн ашу дегендер бар, мысалы. Консультантпен кездесе алмаса, мысалы, онлайн ашып береміз. Видеозвонок арқылы біз ашуға болады. Сізге естіліп тұр ма мен даусым? Естіліп жатыр, жақсы естіліп жатыр. Сол ең бірінші қадам депозитті ашу керек. Бірінші ашқан кезде 15 мың теңгені төлеп қойса, жоқ дегенде содан арғарта одан негізі көбірек төлеп тұру керек. Өз депозитіне өзі көбірек салып тұру керек ақшаны. Мысалы, 10 миллионның үйін алу үшін 3 жылда опысы 16-ға жетіп, тезірек үй алам десе, 100 мыңнан астам ақша жинау керек ай сайын. 130-140 мыңнан салып тұрса, дұрыс болады. Енді адамдар көбісі депозитті ашып алады да, пустой ұстап отырады. Бір ждет от моря погоду дейді ғой, бір ақша төбеден тастай салатын сияқты депозиттерін толықтырмайды. Сосын келеді, жылдың аяғында бірден сала салады. Негізі айма-ай салып тұрған дұрыс. Бос ұстамау керек дейсіз ғой онда? Иә. Жағдай келсе... Ал егер депозитті ашып, бастапқы айларда салып жүріп, бірақ кейінірек бір 6-7 ай қалдырып кеткен азаматтарға сыйақы алу жағынан қиындық туады ма? Жоқ, сыйақы жағынан қиындық еш туындамайды. Bir жылдың ішінде 500 мыңға дейін ақша жинаса, соған 20% премия государства түседі. Премия государства 200 МРП-ға дейінгі суммаға түседі. Мысалы, 400 мың жинап қойса, счетына 80 мың түседі. Ал одан көбірек жинап жатса, 700 мың жинаса, оған бәрібір де сол 20% түседі жаңа, 200 МРП-ның 20%. Түсінікті. Енді мынандай бір азаматтар тобы бар, олар қалталы, ақшалы қыздар немесе жігіттер, мысалға, жақсы жалақысы бар, бірақ қомақты соманы бірден салғысы келеді депозитке. Олар үшін бірден салған тиімді ме, әлде бөліп салса ұтымды бола ма? Бірден салса әрине тиімді, оның сразу бірден проценті де көп болады ғой, түскен проценті. Мысалы, 1 миллион теңгені сразу салып қойса, оны ойлаңыз сразу қанша 2%, 1 миллионның 200 мың теңге ма, соны 12 айға бөлістіңіз, сонда ай-ай ай сайын 100 мыңнан ақырындап салып тұрсаңыз, оның проценті 100 мыңның 2% қанша ол, какой-то копейка. Я сондықтан қаржысы болса, конечно, бірден салып қойған тиімдірек. Түсінікті. Енді азаматтарға бізде көбінесе тұрғындарымыздың жалпы Қазақстанда орташа жалақы бұл 201 деген мың енді ол есептелген жалақы. Бірақ шын мәнінде азаматтардың алатын жалақысы шыны керек көбісінікі 100 мыңға жетпейді, 60-70 мың, 80 мың теңгеге күнкөріс сүргендер де бар. Одан бөлек көлеңкелі экономика дейміз ғой, солай ақша тауып жатқандар да бар. Жалпы азаматтарға бір қандай да бір мотивация керек сияқты. 5-10 мың салсам, бәрібір ол не болады деген сияқты түсінік болуы мүмкін ғой, айына салған ол ақшадан не өніп шығады дегендей. Сондай азаматтарға не айтуға болады? Енді 5-10 мың болса да сала беру керек, ақшаның басын ақша құралады ғой, бір тиын болса да сала беру керек қой. Мысалы, ол жұмыс, официальный жұмыс істемей-ақ 50% жинақтап алуға болады. Мысалы, соңғы 6 айда бір доход, какой-то бір доход көрсетіп, ИП-дан бірдеңкеден бір кішкене ғана пенсионка лақтырып жіберіп, 50%-ін жинап, 3 жылдың ішінде 16 оценочный показатель болып жатса, 200 мың, 300 мың зарплатасыз-ақ бір 40-50 мыңның көрсеткен доходымен ақтап бере береді.
без подтверждения дохода деген сол. Жақсы. Енді менің бір танысымда мынандай жағдай болды. Ол бақытты отбасы бойынша үй алғысы келді. Бірақ былтыр оған үй шыққан кезде жоба пилоттық жоба деп аяқталмай қалды. Ол кезде әкімдік тарапынан 1 миллион теңге сертификат беретін болған алғашқы жарнаға. Ал биыл тағы да ол талқынып көріп жатыр, алайда әкімдік алғашқы жарнаның қаражатын бермейтін болып шешкен. Енді өзімнің байқауымша, естуімше, осы нәрсеге көптеген бақытты отбасына үміткер азаматтар наразылық білдіріп жатыр. Олардың шағымдары орынды ма? Әкімдік төлеп беруге тиіс пе ондай нәрсені, әлде өздері қосу керек па? Енді бізде қазір бұрынғы совет заманында бесплатный үйлер болатын, мемлекет тегін беретін үйді. Қазір тегін үй жоқ. Бірақ сонда да енді осы бақытты отбасында енді социально уязвимый жаңағы слой населения қатысады ғой, жағдайы төмен отбасылар, Сондықтан мен ойлаймын, көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, мүгедек бала тәрбиелейтін адам, мысалы, семьяда да обязательно біреу жұмыс істесе, бір бала мүгедек баланы қарап үйде отырады. Олардың доходы аз. Сондықтан да бір көмек керек деп ойлаймын. Жаңа сертификат 1 миллион теңгедей сертификат 1 миллион, 1,5 миллион теңге бөлсе, әр қалаға, мысалы, Алматы, Нұрсұлтан қаласында 15 миллионға үй алса, ол қалаларға 1,5 миллион теңге берсе. Басқа кішігірім қалаларда 1 миллион теңге берсе, ол кәдімгідей көмек болып қалады ол отбасыларға. Әрине қиын жинау 1 миллион теңгені. Жалғыз басты аналарға вообще қиын. Біздегі жалпы тұрғын үй бағдарламаларына қатысты не айтасыз? Олардың шарттары қаншалықты халық үшін ыңғайлы? Мүмкін әлде де жеңілдете түсу керек па механизмін? Сіздің пікіріңіз қалай бұған? Жеңілдету керек, көптеген программалар, жаңа қазір болып жатқан шаңырақ деген программа, 5-10-20. Соны жеңілдету керек. Мысалы, қазір 18-15 миллион диапазонында үй табу қиын. Нарықта ондай бағада үй аз. Ондай бағада үй тапқан өзінде ол черновой табу мүмкін, Бұл бағдарлама бойынша сіз тек первичкадан алуыңыз керек, жаңа үйден. Вторичный жилье ала алмайсыз, Сондықтан бұл диапазонда осы бағаға үй табу қиын. Адамдар көбінесе 2-3 бөлме минимум алғысы келеді, ал енді 15-18 миллионға бірақ бөлме алуға болады, ол черновой ал. Черновойға білесіз, ремонтқа 4-5 миллион жоқ дегенде ремонт жасауға ақша кетеді. Сол жағы қиын болып тұр. Соны вторичный жильені, жаңағы екінші нарықтағы үйлерді рұқсат етсе. Сол. Ал көптеген адамдар ипотекалық баспана мен арендалық баспаналардың арасында таңдау жасап жатады. Осы екеуінің қандай айырмашылығы, артықшылық, кемшілік тұстары бар? Ипотекалық үй алғанда сіздің үйіңіз сразу бірден сіздің жеке меншігіңізге өтеді. Жеке меншік квартира болып сізге сразу өтіп, документіңізді жаңағы оформлять етіп, сіздің қолыңызға береді, залогқа қойып қояды тек. Енді арендный жилье өте, қалай айтсам, ыңғайлы адамдарға. Оған первоначальный взнос керек емес, аренда с последующим выкупом дейді ғой. Жайлап арендасын жауып отырады, бірақ ол за счет погашения жабылып отырады. Кейін 15 жылда арендасын жауып біткенде ол өзінің меншігіне айналады ол. Ондай мысал болған Самұрық Қазынаның осыдан 3-4 жыл бұрын Самұрық Қазына Асларман микрорайонында сондай үйлер берген, өте ыңғайлы. Адамдар төлей алмай жатса, олардың даже ақшасын қайтарып береді. Сонда бесплатный квартирада тұрған сияқты болып тұр ғой. Мысалы, ол бір жыл, 2 жыл тұрды, 80 мыңнан төлеп, енді төлей алмай қалып, немесе басқа қалаға көшіп бара жатыр, или ақшасы жоқ, жұмыстан шығып қалып. Ол заявление жазатта жаңағы үйді переуступка жасайды. Оның төлеп отқан арендасын басқа адам ақшасын чекірді. Сосын Самұрық Қазына жаңағы сіздің жинаған ақшаңыз, мысалы сіз ода тұрсаңыз, сізге қайтарып береді ақшаңызды, 2 миллион, 3 миллион жинаған ақшаңызды. Өте ыңғайлы, еш нәрседен ұтылмайды. Оған сосын первоначальный миллион, 2 миллион, 3 миллион сияқты первоначальный ақша керек емес.
басында тек 3 айдың арендасын ғана залогқа қояды, 3 айдың арендасын. Ол мысалы свет неміз төленбей жатса, соны өндіріп алатындайға. Сол 3 айдың ғана ақша төлейсіз, болды. Өте ыңғайлы. Сондай арендалық пәтерді көбейтсе, с последующим сатып алу үкімен. Қазір нарықта бұндай сипаттағы арендалық үйлер жоқ сияқты, иә? Жоқ, бар. Самұрық қазынада әлі де болып жатыр. Қазір Өскемен қаласында болып жатыр арендалық. Самұрық қазына сайтына кіріп жазылып қою керек, тіркеліп, соның ішінде жаңалықтар қарап отырсаңыздар, әр қалада болып жатыр. Арендалық fnsk.kz деген сайтқа кіріп тіркеліп қою керек. Түсінікті. Жалпы бізде жеңіл және ыңғайлы жолмен үй алғысы келген азаматтардың көпшілігі тұрғын үй кооперативтеріне барып жатады ғой, солардың шарттарын, талаптарын орындап үй аламыз деген сияқты. Бірақ көбісі бізде байқалып жатыр, алаяқтыққа негізделген, соңы қандай да бір жақсылыққа апармайтын нәрселер болып шығып жатыр. Жалпы осы тұрғын үй нарығындағы алаяқтықтардан сақтану үшін олардың басты белгілерін қалай білуге болады? Кооперативтерге қалай сенуге немесе сенуге болады? Енді олар, бірінші оларда да первоначальный взнос бар. Мысалы, неше түрлі қазір рой дегенде шығып жатыр, асқар, аманат, неше түрлі көп негізі. Олар көп яқты тіркеледі, әділет министрлігінде бәрі заңды. Бірақ адамдар келіп кіргенде оған 300 мың, 400 мың, 500 мың первоначальный взнос жасайды. Сосын членский взнос дейді, мүшелік жарна. Ай сайын 80 мыңнан ба, 50 мыңнан ба оны қалып отырады, ол қайтарылмайды. Ол сіздің добровольный өз ерікті жаңағы мүшелік жарна. Сосын сіз тезірек, ол сізді очередьқа қойып қояды оларда. Сіз тезірек пәтер алғыңыз келсе, очередіңізді жылжытқыңыз келсе, артыңыздан адам тіркеледі, адамдар алып келіңіз. Сонымен олар өздерінің туыстарын, таныстарын шақырып, жаңағы кіріп кетіп жатыр ғой көп адамдар. Мен өзім кеңесім, мен өзім заңгер болып тұрып, менде ол егер соншалықты жақсы болып жатса, бүкіл заңгердің бәрі кіріп солай квартира алып алатын еді, Қандай заңгерге барып басаңызды, бәрі айтады, жоламаңыздар дейді, ондай кооперативтерге. Одан да көпірға ақшаңызды салып, көп қайда қашып кетпейді. Керек болса, өзіңізге ыңғайлы уақытта шешіп алып, сатып жіберсеңіз де болады ақша. Түсінікті. Назгүл, одан кейін бізде жақында пайда болған жаңалық, зейнетақы қорында қаражатты тұрғын үй алу үшін немесе сол әлеуметтік салада қандай да бір керегіңізге жарату үшін пайдалану деген себеппен ақша бөліп жатыр, Оны біздің 700 мыңға жуық азамат ала алады екен. Жалпы осы зейнетақы қорында қаражатты пайдаланудың қаншалықты тиімділігі бар деп ойлайсыз? Бұны енді кеше мәжіліс заң мақұлдап жіберді. Тиімді ма жалпы? Инфляцияға соқтырмай ма соңғы жағы? Әрине тиімді, бірақ қарапайым халықта ондай пороговый сумманы жинаған адам өте аз. Менің өзім қанша жыл жұмыс істеп жүріп, менде жаңа пороговый суммадан асырылған 300 мың ғана ма сондай ақша. Енді ол пороговый сумманы мен ойлаймын кішкене де тағы да төмен түсіру керек сияқты. Қарапайым халық мысалы 100 мың, 80 мың, 100 мыңға істеп жүрген халықта ондай ақша жиналған деп айта алмаймын. Енді өзіңізде айтып тұр, 700 мың. Ол кім? Ол ең топовый менеджерлар, депутаттар жаңағы ақшалары керемет алатын адамдар ғой. Бұған тағы да қарапайым халық түсе алмайды. Сондықтан төмендету керек пороговый сумманы. Бұл еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің құзырындағы мәселе болып санала ма? Шекті соманы төмендету? Иә. Соларға байланысты ғой, тағы да қарастырылып өзгерістер енгізіліп жатса дұрыс болар еді. Пороговый сумманы төмендету керек, қарапайым халық оған қатыса алмайды.
Сіз өзіңіздің жинаған пенсионкаңыз қанша көрдіңіз ба? Справка запас беріп. Аха. Оның өзі жетпейді, иә, біз байқап көрдік. 30 жасқа дейінгі шекті сомада оған жете алмайды. Иә. Түсінікті. Бұдан кейінгі тағы бір мәселе, бізде депозит ашу деп бағана сұхбаттың басында айтып өттік қой. Бірақ халық әлі де болса өз қолдарында ұстағанды жақсы көреді ақшаны. Солай жинаймыз деп, депозиттерге мүмкін сенбейді, мүмкін қаржылық сауаттылығы әлі де қалыптасқан жоқ. Жалпы қолда ақшаны ұстау мен депозитте ұстаудың қандай айырмашылығы бар? Енді депозитке салсаңыз, сіздің депозитіңізге процент қосылып отырады ғой. Үйде ұстасаңыз, ұрыларда ұрлап кетіп, жұмсап қоясыз. Иә. Жаңағы. Енді депозитке тұтылған ақшаны ол қауіпсіз. Мемлекет 15 миллионға дейін гарантия береді. Банк жабылып, банкрот нәрсе болып жатса, мемлекет гарантия береді депозитке. Банкте мысалы адамға 15 миллионға гарантия береді. Қазіргі біздегі ақша белгілі бір деңгейде құнсызданып жатыр деуге болады ғой, өйткені мұнай бағасы құлдырады және теңгенің долларға шаққандағы бағамы өсіп бара жатыр. Бұл жағдайда депозиттерге зиян келе ме? Енді депозитке ақша салған сіз үстіне пайда көріп отырсыз ғой. Сонымен компенсировать етіп кетеді деп ойлаймын өзім. Сіз сосын квартираны теңгемен аласыз, бізде квартираның бағасы доллармен сатылмайды. Сондықтан қатты айырмашылығы жоқ. Сосын жилстройдан алып жатсаңыз, бізде фиксированный баға квадраты 200 мың теңгеден программамен алса қандай әсер етеді. Түсінікті. Сіз енді өзіңіз депозит ашып беру бойынша жиі кеңестер өткізесіз, әлеуметтік желіде былайда. Көбіне азаматтардың қай тобы жиі хабарласады? Депозит ашып беру бойынша, кеңес алу бойынша белсенділігі халықтың қай тобында жоғары? Жас тобына қарасақ, отбасын құрған кезде 25-тен асқан, 25-тен, 28-ден десем де болады, сондай болды. 28-30-тан асқан, 50-ге дейінгі адам, сол топ мүшелері, ал 50-ден жоғары олардың жүйелері бар. Оларға керек емес деп ойлаймын. Көбінесе 28 жастан бастап 45-50-ге дейін. Егер ипотека алған азамат қандай да бір себеппен, мысалға, төлем қабілетінен айырылып қалса, өмірден өтіп кетсе, немесе денсаулығы жарамсыз болып қалса, оның ары қарайға несиесін кім төлейді, осы жағын айтып берсеңіз. Енді қоғам болғаннан кейін ондай жағдай болады ғой. Енді қайтыс болып кетіп жатса, кредит алған кісіге, оның мұрагері кім қабылдап алды мұраны? Мысалы, баласы, әйелі кім мұраны қабылдап алды, арғанда өзі ипотеканы төлейді. Қайтыс болған туралы қағазды алып, банкке барып, жаңағы заявленияларын керек. Түсінікті. Несие алмай тұрып рәсімделеді оның барлығы, иә? Ескеріледі. Несие алмай тұрып адамның не болатынын алдын ала білмейді ғой. Осы договор заключать етеді, енді анау болып кетсе, енді заң бойынша оның мұрагеріне өтеді бұл үй. Оның қарызы да адамға, құраны қабылдаған адамға. Түсінікті. Өзіңіздің ойыңызша осы қазіргі тұрғын үй нарығындағы тағы қандай өзгерістерді қажет етіп тұр Қазақстан? Бізде енді ай сайын, жыл сайын түрлі жобалар өмірге келіп жатыр, қанша бағдарламалар. Бірақ халық үшін тағы қандай бір жоба керек деп ойлайсыз? Осы тұрғын үй жайына ма? Енді бүкіл жағдай жасап жатыр ғой халыққа. Енді жеңілдетілген несие түрін жай жұмыскерлерге де берсе деп көбісі шағым айтады, маған жазып жатады, неге сондай шығармайды деп. Мысалы,
құрылысшы болып істейді, еден жуушы болып істейді. Неге тек дәрігер, мұғалім, бюджет істейтіндер ғана қатысады? Бізде құрылыста, обычный ТО-да жұмыс істейді, неге жақсы жеңілдетілген программа жоқ деп. Соларға да арнап, бір программа шығарып первоначально 20% болып, мемлекетке де өзіне жақсы ғой, өтпей тұрған үйлері, құрылысты қазір көп қолдап жатыр ғой, жаңа үйден беріп. Ол да бір жұмыс, товар оборот дейді ғой, ақшаның айналымы, адамдардың көбісі баспаналы болар еді. Олардың табыстары да бар, бірақ ешқандай оларға арналған программа жоқ, жай жұмыскерлерге. Бұндай бір программа қойсаң, жақсы болар еді. Мысалға, егер азаматтың сатып алған баспанасы мүмкін бір ай, мүмкін бір жылдан кейін оның сапасы көңіліне шықпаған болса, қайта шағымдануға құқығы бар ма, қандай да бір? Шағымды ол банкке шағымданбайды, шағымданса ол құрылыс компаниясына шағымданады, претензия жазу керек обязательно. Ол құрылысты салған үйдің бір жылға дейін, бір жылма, 2 жылма гарантиясы болады. Сол бойынша шағым жазып, егер орындамай жатса, сотқа жүгіну құқығы бар. Строительный компанияға, банкке емес. Иә, банк бұл жерде тек рәсімдеп беруші ғана. Түсінікті. Жақсы, Назгүл, енді біздегі сұрақтар негізі аяқталды. Иә. Біраз нәрселер айтып өттіңіз деп ойлаймын, кеңес беру бағытында. Жарайды, жақсы.